Сөйлейді, тыңдайда білетін адам екен. Ешкімнен бұдан артық ештеңе күтпейміз. Қызымды жылатпаса, сыйлап тұрса болды емес пе? Апама көмектесейін. Киімді ауыстырайын. Көрінісі ғажап екен. Сен кестеледің бе? Иә. Сенің бағыңды байлаған менмін. Қатты өкінемін, Фикрет. Маған неге айтпадың деп өшімді сенен алдым. Енді білдім. Бұл үйде менің байқамағанымды сен байқапсың ғой. Сені алаңдатқым келмеп еді. Білем. Бұдан бұлай бізді тіптен ауыр күндер күтіп тұр, әке. Оны да білем. Гүлді қайда өсірсең де, әдемі боп өсет деуші едің ғой. Күн батып бара жатқанда да нұрын шашады ғой. Маған сенші өтінем. Мен күйеуге шықтым, әке. Әкеме күйеуге шыққанымды айтқанымда осы жерде отырды. Көреміз бе? Шынымен де керемет үй екен. Ескі үй, талай заманаларға куә, талайдың ізі қалған. Әкем осында туып, осында өсіпті. Үйдің ішінен әлі анамның жұпар иісін сезінем дейді. Мына жақтағы апамдардың бөлмесі. Мынау қыздардың бөлмесі еді. Енді Ләйланың ғана бөлмесі. Сенің бөлмен қайсысы? Мынау. Айша екеуміз жататынбыз. Әр бөлмеден сырттың көрінісі әртүрлі екен. Әкеңмен біраз әңгімелесейін. Қозғам әке, өзім жазам. Ашылды міне. Бәрекелді. Талай уақыттан бері үстелді енді жазып отырмыз. Ой, дастархан жаймапсыңдар ғой. Болсаңшы енді қызым, бәрінің қарындары ашты. Ай. Біз үшін азықпаңыз, әуре болмаңыз. Ай, жүгір Ферхунде көженің астын өшір. Ләйла, сен тәрелкелерді ғой, мен салатты сала берейін. Мен не істейін? Сен шанышқыларды тарат. Болыңдар ғане.
Айыпқа бұйырмаңдар, тамақты кешіктірдік қой. Қайтесіздер, айыпқа бұйырмаңыздар, әбден О, не әуреге салдық. дегенің балам? Ләйлі, бүгін бір ұрттам жейін, дайындап қой қызым. Сендердің құрметтеріңе. Жезделеріңді шыр. Жезсіз қой, Тақсим бей. Жоқ, ішпеймін, жолға шығамыз ғой. Айтпақшы. Кетпеші, өтінем, қалыңдаршы. Келесі келгенде қонуға уәде берем. Өтінем. Көңілін қалдырмаш енді, қонсаңдаршы. Сен не десең сол болады. Жарайды. Бәрекелді. Ләйлә, Тақсин жездеге дәрім кәкіл. Қазір. Үйге қоңырау шалып хабарлап қояйық. Үйдің телефонынан хабарласаңыз. Жоқ, теріп қойдым. Тағы да Денис сөйлесіп жатыр. Жарайт, қызым, оқтым. Саған телефон соқса айтарсың, жарай ма? Рахмет. Есірасы да, бүшірасы да білмейді. Жоқ деймін, жоқ. Ай, құдайым, ай, нендей сұмдыққа тап болдым, я рабым. Сабрет енді Джевриет әте ұстамды болсаң. Кетті ол қыз, Хатидже, кетті. Себеп болғандардың құдай жазасын берсін, иншалла. Жақсы хабар естуге жазсын, иншалла. Бер, маған бер. Алло, Мехмет, не істеп жатырсыңдар, балам? әпкем жоғалып кетті, әке. Не? Осы уақытқа дейін келмеді. Не боп қалды? Тұтқан әжеңе берші, бол. Денис үйге қайтпапты. Алло, апа, не болды? Сұмдықтың көкесі болды. Сен Стамбулда сайрандап жүргенде қызың жоғалып кетті. Қалай сонда, мектептен қайтпады ма? Келмеді дейім. Түн болды. Міне әлі күтіп отырмыз. Неге айтпадың? Неге хабар бермедің, апа? Жолда болған соң есіңді шығармайын дедім. Сыныптастарының бәріне қоңырау шалдым. Бүгін мектепке де бармапты. Таңертең өзіміз апарып салдық қой. Ай, құдайым ай. Дереу полицияға хабарлайын. Көршілер хабарлады. Полиция іздеп жатыр. Қатты қорқып отырмын, Тақсин бірдеңеге ұшырап қалмасын де. Дереу жолға шығамыз, тез барамыз. Бір жаңалық болса хабарлаңдар. Тұтқан ғой, жарай ма? Бәрі ана сайқалдың кесірінен. Осыдан балаға бірдеңе болса есіктен қаратпайым, соны біліп қой, болды. Жарайды, апа, болды. Кеттік. Тақсим бей. Денис, қызым, үйге қайтпапты. Бәлкім бір досына кеткен шығар. Бәрінен сұрастырыпты, полицияға да хабарлапты. Ай, құдайым ай. Бол енді шығайық. Қанеке отырыңдар. Не боп қалды? Тақсин жезденің қызы жоғалып кетіпті. Не? Айыпқа бұйырмаңыздар, сау болыңыздар. Ай, құдайым ай. Бұл не болған енді? Ай. Фигрет, қаласаң сен бармай-ақ қой. Болмайды. Кетпеші. Бармасам болмайды. Айша, оның не енді? Тақсим бей, сабыр етіңіз, жолда абайлап жүріңіз. Жарайды. Бізден көмек қажет болса айтыңыздар. Рахмет. Ал енді, сау болыңыздар. Аман болыңдар, балам. Қалсаң болар ет, қазір көлікті ызғытады ғой, саған алаң болам. Жалғыз жібере алмайым, апа. Жа енді, кідіртпе қайрия. Ал, жарайды. Қараш енді. Көріскенше. Жолдарың болсын. Сосын хабарым бер. Я әйтпесе алаңдаймыз, балам. Хабарласам. Құдай қуанышымызды көп көрді. Мен жүргізсем болар еді. Жоқ, рахмет. Көмегім керек шығар. Рахмет. Көріскенше. Мен жүргізейін деп едім. Керегі жоқ, үйге кір. Абайлап жүріңдер, сау болыңдар, көріскенше. Не деген бала? Бұл не деген бала өзі? Қашты бұл, қашты, әлгі адаммен қашты, құдай білет, Фикрет. Түсінсем бұйырмасын. Бұл қыздың есі дұрыс па? Әлі бесіктен бел шықпаған бала ғой. Әттең сен тыңдағанда отырғызып қойып, адамша сөйлессем ғой. Хабардар екенімді білсе, бәлкім дәті бармас бет. Білетін сияқты, түсінген шығар. Оған бірдеңе болатын болса, бірдеңеге шыраған болса, не істеймін, Фикрет? Не істеймін?